Димаш аға, мұны Кеңес одағының президенті Горбачев жолдас осы бұдан 2 ай бұрын Қазақстанның 5 облысын Ресейдің жері деген пікір айтты. Осыған қалай қарайсыз? Бұл мәселені осыдан 5-6 жыл бұрын 5-6 ай бұрын орыстың Америкада жазатын Солженицын деген писательде көтерілген мәселе. Ал өнеге мына аяғында мына Горбачевтың сөзі. Ал менің бүгін бойынша бұл сандырақтаған сөз. Оның айтқан облыстардың барлығы мына Қазақстан солтүстік облыстары. Ол біздің ата-бабамыздың қазақтың өз жері. Ал енді оған біздің тарихшыларымыз оған баға беріп, оның бәрін көрсетіп отыр, дүрістігін Қазақстан жер екендігін. Ал енді мына алу керек. Мәселен, Қызылжарды, Петропавлды қазақ Қызылжар деп айтады. Ал Павлодарды Кереку деп айтады. Ал енді шын айтпай мынат Кереку емес. Онда бұның орыстың сәудегері болған Карякин деген. Ал Карякиннің мәуежінен тауар алуға Павлодардың қазақтары барғанда айтады, мана Карякинге барайық. Керекуді сатып алайық, соның мәуежіне бар. Содан Карякин Кереку болып кеткен. Ал шын айтқанда ол мұнаты Тұзғалы. Ол да мына көшіріміз қазақтың өз жері екен. Ойынген өзіңді белгілі Хрущевтің заманында Хрущевтің бұйрығы бойынша Ақмоланы Сенеград деп атадық. Бұл да қазақтың өзінің жері. Ал бұның бәрін қысып айтқанда, ол Горбачев айтқан сөз, сандырақтаған сөз, тарихты білмеген үшін, өз ел жұртында не болып жатқанын білмеген жолы айтылған сөз, мұны бір қазақтың өзінің жері, еліміздің, атамыздың, бабамыздың жерлері. Мұны үйтіп сөге болмайды. Мен оны айтқанмен көнбеймін, оған мен қарсымын.